Тәрбие ол ұлттық болу керек, ал білім заманауи болу керек. Гиннес рекордына кірген. Осы ұстаздарды қалай ұстап отырасыздар? Білім инновация лицейлерін қабылдау емтиханына 30 мыңнан астам оқушы тіркеледі. Лицейге түсу үшін қалай дұрыс дайындалу керек? Жақсы, дұрыс орта ғана баланы жақсы жетістікке жетуіне себепші болады. Білім инновация лицейлерінің басқа мектептерден ерекшелеп тұрған не нәрсе? Бізде оқушылар мектепте өз-өзімен жарысады. Жатақхана бар жерде әлімжеттік бар, төбелес бар, буллинг бар деген секілді. Мұғалімдер ретінде біз өзімізден бастауымыз керек, біз үлгі болуымыз керек. 25 жасында директор болдым деп айтып қалыпсыз. Ұстаздарымызды директорлармен қоса ауыстырып отырамыз. Бизнестің ең ауыры деп айтарым мектеп ашу, мектеп дамытуды. Мектептерде оқу ақысы қымбат деген сөздер айтылып жатады. Мысалы Америкада 20-ға жуық ұстазымыз жұмыс істеп жатыр. Армысыздар құрметті көрермендер, QR News YouTube арнасында кезекті подкаст. Бұл жолғы қонағымыз Білім инновация қорының президенті Дархан Өте. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Білім инновация төңірегінде халықтың арасында өзіміздің де жекеде көптеген сұрақтарымыз бар, білгіміз келетін, естігіміз келетін. Солардың бірі, ең алдығашқы сұрағымыз, мынау білім инновация мектептері біліммен қатар тәрбиені де қатар береді деген түсінік бар. Көпшілігі де балалардың осы тәрбие алсын ең болмаса деп беріп жатады. Осы жөнінде алдымен айтып өтсеңіз, бұл тәрбие деген біліммен қатар беріледі ме, немесе сіздердің бөлек өздеріңіздің ұстанымдарыңыз бар ма? Жалпы тәрбие жөнінде айтып өтсеңіз ең алдымен. Иә. Жалпы білім инновация лицейлері енді 30 жылдық тәжірибесі бар бір білім беру экожүйесі деп айтамыз. 30 жылда қалыптасқан өзінің жаңағы тәжірибесімен, жеткен жетістіктерімен өзін дәлелдеген бір жүйе деп ойлаймын. Енді оған біздің түлектеріміз, ата-аналарымыз куә. Сол ата-аналардың көптеген кері байланыстары деген сияқты. Жалпы біздің саналы тәрбие, сапалы білім және саналы тәрбие дейміз ғой. Білім инновация деген негізгі ұстанатын басты қағидатымыз. Бұл негізі құндылықтар негізінде берілетін білім. Жалпы осыны біраз ашу керек деп ойлаймын. Біз білім инновация лицейге келген оқушыларға негізінен оқушыға бағдарланған оқыту деген модель арқылы жүргіземіз. Бүкіл білім беру жаңағы мақсаттарын осылай атқарамыз. Бұл не деген сөз? Бұл жалпы білім беру процесінде басты рөлді оқушы болады. Яғни оқушының қызығушылығы ең басты. Ең алдымен біз оқушыны жақсылап тануға тырысамыз. Яғни оқушының қызығушылығы қандай, оқушының бізге келген білім деңгейі қандай, жалпы қай бағытта оқушының қабілеттері бар, сол жақта мықты қабілеттері қай жағынан дамуға мүмкіндігі бар деген сияқты, немесе оқу қарқыны қандай деңгейде деген сияқты оқушыларды жақсылап танып, былайша айтқан кезде білім үрдісін сол оқушының мықты жағына қарай негізгі басты фокус оқушының өзі, осылай дамытуға тырысамыз. Мысалға айтайық, 7-ші класста келген оқушыны біз 1 жыл бойы оқушыны жан-жақты зерделеп, кейбіреулер мысалға айтайық, математика жаратылыстану бағыты бойынша олимпиадаларға қарай бет бұра бастайды, яғни өзін жаңағы физика математика бағыты мықты болса, кейбіреулер гуманитарлық бағыт бойынша, кейбіреулер жаңағы лингвистика бағыты бойынша деген сияқты, кейбіреулері әртүрлі ғылыми жобаларға қызығушылық танытып, сол жағынан өзін дамыта бастайды. Онымен қоса, олардың жалпы жан-жақты тұлғалық дамуын дұрыс қалыптастыру мақсатында сабақтан тыс оқушыларды әртүрлі жаңағы үйірмелер арқылы, жаңағы өнер, спорт демекші, осындай әртүрлі іс-шаралар арқылы оқушыларды жан-жақты дамытуға тырысамыз. Яғни бұл оқушыға бағдарланған оқыту моделі деген сөз, ең бірінші оқушының қызығушылығын, оның білім деңгейін, оның оқу қарқынын, оның жаңағы мықты жағын тану арқылы сол оқушыға қарай бейімделген бұл оқу үрдісі. Бұл арқылы біз не істеп отырмыз? Бұл арқылы біз ең біріншіден осы 21-ші ғасырдың дағдылары деп айтамыз ғой. Яғни оқушының жаңағы қызығушылығын ояту арқылы, оған белгілі өздігінен мақсат қою, өздігінен іздену, өздігінен жаңағыдай дерек көздерімен жұмыс жасау арқылы өзін дамыту, өзі таңдау, өзі дауыс беру деген сияқты осындай негізгі сыни тұрғыдан ойлау, немесе жаңағыдай шығармашылық, немесе креатив тұрғыдан ойлау деген сияқты
сол балаларды сол жағынан дамытып, былайша айтқан кезде осы 21 ғасырдың негізгі дағдыларын беруге тырысамыз. Екіншіде, енді қазір мына өте үлкен мынау жасанды интеллекттің келуімен үлкен білім саласында да үлкен өзгерістерге ұшырап жатқанымыз бәріне белгілі. Сондықтан кеше ғана жалпы мына Даос форумында осы білім саласының мықты эксперттерінің өзі айтқан негізгі өзекті ойлары, ол қазір оқушыларға білім беру емес, ең басты нәрсе жаңағы жаңа дүниелерге тез арада бейімделе білу, үйрену деген сияқты. Былайша айтқан бұның бәрі неге байланысты? Қайтадан сол өзінің негізгі ойлау дағдыларын дамытумен қатысты нәрселер, жаңағы бастығы айтқан негізгі дағдылар. Сондықтан осы жағынан біз балаларды дамытуға тырысамыз. Бірақ бұны жасау үшін ең басты нәрсе дұрыс қолайлы орта қалыптастыру. Яғни ол не деген сөз? Бала қауіпсіз, өзара сенімдікке, өзара түсіністікке негізделген, ашық, диалогқа ашық, өзінің ұстаздарымен, тәрбиешілерімен тең қарым-қатынасқа негізделген бір қауіпсіз, сенімді орта қалыптастыру арқылы жүзеге асырылатын біз толық білгендіктен, біз осы мақсатта құндылықтарға негізделген білім беру жалпы біздің негізгі философияда осы жерде жатыр да. Яғни бұл не деген сөз? Ең бастапқыда осындай дұрыс бір орта, оңтайлы бір орта құру арқылы, өйткені енді жалпы мына психология бойынша атақты психолог Выготскийдің айтқан сөзі бар. Баланың дамуы ол биологиялық құбылыс емес, баланың дамуы әлеуметтік құбылыс. Яғни ол орта керек баланың дамуы үшін. Сондықтан енді бұл бізге келген балдар ол 12, 13, 14 жасар балдар. Бұлар әлі өздігінен шешім қабылдауды, бәлкім ертең кім болуды әлі толық түсінбегендіктен, өздерінің мүмкіндіктерін толық аша алмағандықтан, өздерін толық тани алмағандықтан әлі біз осы балдарға дұрыс орта қалыптастыру арқылы, сол қолайлы ортада, жаңағы қауіпсіз ортада, сенімді ортада балалар ашық қарым-қатынасқа түсу арқылы жауапкершіліктің қалай алу керек, шешімді қалай қабылдау керек, бір-біріне қалай сабырлық таныту керек, жалпы жаңағы мектеп ортасында немесе жатақханада, интернаттық жүйесінде, яғни балалар қалайша бір-бірімен қарым-қатынасқа түсіп, бір-бірін қалай сыйлау керек, бір-біріне қалай дос болу керек, немесе бір-біріне қалай осы білім алуда, осы үйренуді бір-біріне қалай осы ықпал ету керек деген мәселелер бойынша қарым-қатынасқа түседі. Осылайша бұның барлығы жаңағы бастапқы айтқанда құндылықтарға негізделген білім дегеніміз осы. Яғни біз оқушыға ең бірінші дұрыс бір ортаны жасап беруіміз керек та. Сондықтан біздің ұстаздарымызға біз қоятын негізгі мәселе ол ең бірінші мектептің атмосферасы, мектептің хал ахуалы. Сол мектепте ең бірінші ұстаздар өздерінен бастау керек, яғни мектеп әкімшілігі өздерінен бастау керек. Бұл не деген сөз? Алдымен мұғалімдер бір-бірін қатты сыйлау керек. Мұғалімдер өз арасында ашық, жаңағы сенімділікке, бір-бірін құрметтеуге негізделген бір атмосфера орнаған кезде ол балаларға міндетті түрде не істейді, былайша айтқанда беріледі. Яғни балалар олар как губка сияқты ғой, былайша айтқан кезде мұғалімнен көргенін алады да, айтқанын емес, көргенін алады. Яғни құндылықтарға білім беру жүйесі дегеніміз негізі осы. Біз қалай айтамыз? Мұғалімдерге бірінші сіз істеп көрсетіңіз, үлгі болу арқылы көрсетіңіз барлық нәрсені дегендіктен. Сондықтан ұстаздарымыз да бұны толық түсінгендіктен оқушыларға алдымен өздерінің үлгісінде тәрбие беруге тырысады да. Кейін әрине академиялық жаңағы мақсаттар, оқыту мақсаттары ол өз деңгейінде жаңағы сабақтар, әр пән мұғалімі осы дұрыс орта қалыптастырғаннан кейін жаңағы бірінші айтамыз, бұл балалар бірінші эмоционалдық интеллекттер даму керек. Бұл балалардың жаңағы танымдық дағдылары бәлкім одан кейін дами береді. Әйтпесе егер бала дұрыс бір ортада болмаса, жаңағы тек қана өзімшіл бір ортада өсетін болса, индивидуалист дейміз, сондай бір ортада өсетін болса, баланың көңілі тыныш болмағандықтан бұл жаңағыдай әртүрлі нәрсенің артынан қуа бастайды. Мысалы, бағаның артынан қуа бастайды, немесе жақсы көрінудің артынан қуа бастайды. Көңілі тыныш болмағаннан кейін, негізгі құндылықтар өзгеріп кетеді да балада. Сондықтан бұл ортада жаңағы құндылықтарға негізделген білім, тәрбие, саналы тәрбие дегеніміз сол. Ең бірінші ұстаз, оқушы, ата-ана арасында осындай бір келісілген құндылықтар болу керек. Бала бұны жақсы көріп өскендіктен
ары қарай мектепте әрине әр баланың өзінің жаңағы белгілі жаңағы процесстер дұрыс жұмыс істеп тұрғандықтан өз бала қызығушылығына қарай ары қарай өзінің керектігін жаңағы білімін алып кете береді. Түсінікті. Жалпы жаңағы тәрбие дегенге оралатын болсақ, яғни тәрбиенің төңірегінде қауіпсіз ортада жаңағы тәрбиешісі де ұстаздармен өзінің жаңағы бойындағы қасиетімен көрсетуде барлығы жинақталып сол құндылықтарға негізделеді дейсіз ғой, иә, жалпылама. Яғни былай бір мысалмен айтатын болсақ, біздің яғни білім инновация құндылықтарын негізделген білім беру жүйесі деген ол, егер білім беруді бір үйге ұқсатсақ, иә, ол үйдің іргетасы бар. Іргетасы ол құндылықтар негізгі. Ол үйдің қабырғалары бар, ол академиялық білім деп айтсақ болады. Ал ол үйдің шатыры бар, енді ол қазіргі сөзбен айтқанда жаһандық көзқарас деп айтсақ болады. Яғни былайша айтқан кезде ол тәрбие ұлттық болу керек, ал білім ол заманауи болу керек, яғни деген сөз. Келесі сұрағымыз мынау, жуырда өзіңіз білесіз, премьер-министрден бастап министрлікке дейін жеке мектептегі оқу ақысын, оған берілетін субсидияларды алып тастау туралы көп мәселе көтерілді. Жалпы білім инновацияға қарасты, білім ордаға қарасты да мектептерде оқу ақысы қымбат деген сөздер айтылып жатады. Осы төңірегінде айтып өтсеңіз, және жекеменшік мектептерді қаржыландыру дегенді айтып өтсеңіз, осы мәселе төңірегінде қалай қарайсыз бұл төңірегінде? Қалай қабылдадыңыздар жалпы осы мәселені? Енді жалпы соңғы 5 жыл деп айтуға болатын шығар, мынау жекеменшік мектептердің саны көбеюі. Яғни олардың саны қазір 700-ден асты деп айтып жатыр да. 700-ден астам жекеменшік мектептің ашылуы Қазақстанда. Мен жалпы дұрыс деп бағалаймын негізінде. Өйткені жекеменшік көбейген жерде, жалпы бәсекелестік бар жерде, ол білімде дамиды, ғылымда дамиды. Yani bunu biz әлемдік тәжірибеден қарап отырсақ, бұл жекешелендіру мәселесі барлық жерде кәдімгідей бір болып жатқан үрдіс. Сондықтан Қазақстанда да соңғы 5 жыл өте жақсы дамыды бұл мәселе, мемлекет өте жақсы қолдады. Яғни жан басына шаққан жаңағы беріліп жатқан нелер болсын, ақшалар болсын, немесе жаңағы инвестиция қайтару мәселесі бойынша жасалып жатқан болсын, бұның бәрі өте дұрыс жасалып келді. Бірақ енді дегенмен бұл жерде қандай мәселе? Бір көп адам мектеп оңай бәлкім ақша жолы деп кіріп кеткен адамдар да болды. Бизнес көзқарасымен. Енді ол мектеп ол бір фабрика емес, немесе бір зат шығару емес қой, ол бала оқытатын орын. Сондықтан бәлкім бизнестің ең ауыры деп айтар едім, мектеп ашу, мектеп дамытуды. Неге десеңіз, өйткені егер сіз бір бизнес өкілі болып, өзіңіз білімнен түсінбесеңіз, жалпы білімнің сапасы не екенін білмесеңіз, негізі мен айтар едім, ондай бизнес өкілдеріне мектеп ішіне кірмей-ақ қою керек. Бірақ дегенмен әрине сондай енді бизнес орта өкілдерінің өзінің тәуекелшіл адамдар ғой, енді олар көбісі кірді, соның бәлкім дұрыс жүргізе алмады, сапасын дұрыс қоя алмады, кейбір мәселе стандарттарды дұрыс орындай алмады. Әрине бұл жерде мемлекет те өзіне түскен жауапкершілікті орындау керек деп ойлаймын. Сондықтан енді министріміздің де жалпы ұстанымы анық деп ойлаймын. Сапалы білім беріп жатқан оқу орындарына жекеменшікке ары қарай жалпы мемлекет тарапынан қолдау жалғасатынын ашық айтты. Осы ары қарай жалғасады деп ойлаймын. Ал енді біздің білім орда қарасты, біздің жаңағы Нұр Орда, Спектрум сияқты біздің мектептеріміздің бағасы жағынан қымбат деп айтылатын болса, енді Спектрумды алайық. Жалпы Қазақстандағы бәлкім енді Астана деп айтайық. Астанада жалпы Кембридж бағдарламасы бойынша A-level дейді. Сол бағдарлама бойынша ең арзан білім беретін ол біздің мектеп, Спектрум мектебі. Былайша толықтай бүкіл мұғалімдері кәдімгідей шетелден келген, сол бағдарламаның нағыз майталмандары. Бірақ біз басқаша жаңағы Хелиберимен салыстырғанда, немесе QSI-мен салыстырғанда біз әлдеқайда олардың арзанбыз. Сонымен қатар біз мысалға мынау МИД қызметкерлеріне, немесе Назарбаев университетінің қызметкерлеріне шетелден, оларға да өзіндік бір жеңілдіктер бар қарастырылған. Сондықтан жалпы мен қымбат деп ойламаймын, ол орта деңгейде. Ал енді Нұр Ордаға келетін болсақ, Нұр Ордада енді дәл қазіргі уақытта өткенде мен бір финансист жаңағы қызметкерлерімізден сұраған кезде, Нұр Орданың бір баланың жалпы біліміне кететін ақшасы, нағыз бір баланың, ол 2,5 миллион екен. Ойлап қараңыз. Яғни Нұр Орда өйткені сапалы білімге өте қатты мән береді. Мысалы мынандай сұрақ сұрасам, бір оқушыға, бір мұғалімге қанша оқушы болу керек деген сұрақ сұрасам, егер біз
жаңағы халықаралық білім беру ұйымдарынан сұрайтын болсақ, бір мұғалімге 8 оқушыдан келеді дейді. Ал біз Нұрордада бір мұғалімге 5 оқушыдан қарастырып білім беріп отырмыз. Сондықтан біз Нұрордада жаңағы берген сапалы білімге қатты қарағандықтан, ол жерде біз сападан ешқандай кемсітіп жатқан жоқпыз. Сондықтан да мен Нұрорданы қымбат деп ойламаймын. Ол өз деңгейінде бағасы өз-өзін ақтап жатыр деп ойлаймын. Түсінікті. Келесі сұрағымыз, жалпы білім инновация мектептерінде көп айтылатын, көп көзге түсетін нәрсе ол олимпиадаға дайындалу. Жалпы неге олимпиада деген сұрақ туады? Неге осы олимпиадаға көп көңіл бөлінеді? Неге олимпиадаға басты назарға алынады? Олимпиадаға дайындау не береді жалпы? Сол туралы қысқаға айтып өтсеңіз. Енді олимпиадаға дайындау ол енді әр мектептің бәлкім ең көп айналысатын бір қызметі ғой, былайша айтқан кезде. Неге? Өйткені бұл пәндік олимпиада дейміз. Оның облыстық деңгейде өзінің жарысы бар, қалалық деңгейде жарысы бар, республикалық деңгейде жарысы бар және халықаралық деңгейде жарыстары бар. Бұл жарыстарға балалар қатысу арқылы ең бірінші терең академиялық білім алу арқылы бала жаңағы баста айтқан ой дағдыларын керемет дамыта алу мүмкіндіктері бар. Енді олимпиада ол терең академиялық білім болғандықтан ол ең бірінші зерттеу қабілеті дамиды. Яғни жалпы ғылыми зерттеу мәдениеті балада ерте жастан бастап қалыптасады. Яғни мысалға 10-11 класста республикалық және халықаралық олимпиадада орын алған балдар, бұлар ертең нағыз дайын мықты ғалымдар осы балдардан шығады. Және бұл балдар осы олимпиадалардың арқасында әрине қосымша басқа да дайындықтар керек. Солардың арқасында әлемнің мықты топ 100 университеттеріне түсу мүмкіндіктерін алып жатады. Енді біз 30 жыл бойы бұл үрдіс бізде кәдімгідей қалыптасқан дүние болғандықтан айта аламын. Біздің алға шыққан үлкен жетістікке жеткен оқушыларымыздың 90%-ы осы олимпиаданың арқасында. Енді 90-шы жылдары ең алғашқы Қазақстанның жаңағы қоржынына медаль алып келген ол ең бірінші деп айтсақ болады. Біздің оқушымыз Түркістан білім инновация лицейінің оқушысы болды. Мысалы 97-ші жылы биологиядан халықаралық олимпиададан орын алып келген болатын, егер қателеспесем. Мысалы осы жігіттер сол алғашқы Сәкен деген бауырымыз, қателеспесем, қазір мысалы MIT-де мықты профессор. Оны жүздеген балдар осы олимпиаданың арқасында қазір өздерінің жаңағы осы ғалым болу жолында мықты ғалым болып жалғастырып жатыр. Көбісі сол олимпиаданың арқасында қазір жаңағы халықаралық жаңағы кеңістікте, нарықта мықты жаңағы маман болып қалыптасып, мысалға айтайық, жаңағы IT саласы бойынша, математика, физика саласы бойынша үлкен жетістікке жеткен оқушыларымыз қазір әртүрлі үлкен жаңағы халықаралық компанияларда жұмыс атқаруда. Оған қоса өзіміздің де мысалға сол олимпиаданың берген жақсы қасиеттерінің арқасында, яғни тіл білгеннің арқасында деп айту керек, әрине, өйткені біз 3 тілді білім беру моделімен жұмыс істегендіктен оқушыларымыз халықаралық Қазақстандағы ұлттық компанияларда, мықты компанияларда біздің оқушыларымыз бірден өздерінің жаңағы орын тауып, мықты маман болып қызмет етуде. Осының бәрін алып қарағанда ерте жастан бастап ғылымға балдар енгендіктен жаңағы ғылымның ішкі құрылымын, құбылысын дұрыс түсініп, сол арқылы жаңағы мықты маман болып қалыптасуға қадам басқандықтан үлкен жетістіктерге жетіп жатыр. Сондықтан енді бұл олимпиада мәселесі негізі бір қабілет мәселесі. Барлық бала олимпиадист бола алмайды, барлық бала. Өйткені барлық бала бірден математик немесе бірден әдебиетші, тарихшы да бола алмайды. Әр бала әрине бұл жаңа баста айттым, қызығушылық болу керек, оның жеке қабілеті болу керек деген сияқты. Осының барлығын қарастырғанда бұл олимпиадамен айналысатын балдар ол бәлкім бір 10-15% деп айтуға болады балдардың әрине. Егер нақты білімдер, нақты пәндерді алып қарайтын болсақ. Олимпиада мектеп оқушыларына кейбір қабілеттерді береді ме, немесе оқушылар өздерінің қабілеттері арқылы олимпиадаға барады ма? Иә. Енді бұл жерде бастауышта бала, жаңағы бастауышта егер қызығушылығы жарылыстану бағыты бойынша қызығушылығы болса, математикаға немесе қызығушылығы мықты болып, оның жаңағы логикалық қабілеттері жақсы дамыған болса, ол 7-8 сыныпқа келгенде уже осы нақты жарылыстану бағыты бойынша пәндерге олимпиадаға барады. Бұл жаңағы физика, химия, биология, IT сияқты.
Ал егер гуманитарлық бағытта бала өзін дамытқан болса, ол әрине жаңа тіл, ағылшын тілі, қазақ тілі, орыс тілі деген сияқты, немесе гуманитарлық бағытта жаңа құқықтану деген сол жақтан өздерін дамыта алады. Яғни әрине бұл баланың бастауышта алған біліміне қарай, әрине өзінің енді құдаймен берілген қабілеттеріне қарай деп айтсақ болады. Яғни бұл енді не ғой, қабілет па еңбек па деген сұрақ қой бұл жерде. Негізі бұл жерде екеуі де керек. Яғни тек қана қабілетке де сенуге болмайды, еңбектен тағы болмайды, бірақ көп еңбектен қабілет болмаса да болмайды бұл жерде. Олимпиада сонда өте қызық бір жол, өте қызық. Түсінікті. Жалпы тағы да білім инновация туралы тоқталсақ, мынау өзіңіз де айтып өттіңіз, мынау алғашқы олимпиада, халықаралық олимпиададан білім инновация түлегі оқушысы медаль алып келді дедіңіз. Жалпы соңғы жылдар байқаймыз, білім инновация оқушылары медаль, халықаралық болсын, республикасы болсын, медаль саны бойынша оқ бойы озып тұр. Жылдан жылға көбейіп жатыр, азайып жатқанын көрмейміз. Жалпы бұл деңгейге көтеріліп және сол орында тұрып қалудың сыры неде? Неге көтеріліп түсу немесе деградация болу деген мәселе жоқ, тек қана өсу? Бұл жолды қалай бір қалыпты ұстап тұруға болады? Бұл нәтижелерді? Бұл енді бізде енді жүйе қалыптасқандықтан, бұл жерде ең басты нәрсе олимпиадамен айналысатын ұстаздарды жетілдіру мәселесі. Менторлар дейміз ғой, ұстаздар. Өйткені әртүрлі ұстаздар болады. Барлық ұстаздар олимпиадамен айналыса бермейді. Өйткені олимпиада ол терең академиялық білімді зерттеуді талап еткендіктен. Сондықтан бізде мысалға жақсы бір үрдіс қалыптасқан, ол біздің олимпиадист кезіндегі оқушыларымызды біз мұғалімдікке тарту жұмыстармен айналысамыз. Мысалға республикада немесе халықаралық олимпиадада жетістікке жеткен оқушылардың жаңағы көбісі әрине өз мақсаттарымен әлемнің ең мықты университеттеріне түсіп жатса, бірақ кейбіреулерін біз жаңағыдай сен мұғалім болсаң деп жаңағы мұғалімдікке тартып, ата-аналармен сөйлесіп, жаңағы профориентация бойынша жұмыс істеп, ол балаларды біз осы Қазақстанда қалып мұғалімдікке тартып отырамыз. Ол балалар кезінде өздері жаңағы олимпиадада жетістікке жеткен оқушылар кейін ұстаз болғаннан кейін де оның да оқушылары былайша айтқан кезде оңай жетістікке жетіп жатады. Сондай бір үрдіс бұл біздің лицейлерде өте жақсы қалыптасқан. Сондықтан біз былайша айтқанда тек қана оқушыларды емес, ұстаздарды да жетілдірумен нақты стратегиясы бар, өзінің жүйесі қалыптасқандықтан қазір осындай жақсы жетістіктерге жетіп жатыр деп айтуға болады. Жалпы білім инновацияның жаңағы оқушылардың түлектеріне жалпы соларға бір белгілі бір бағытқа, мамандыққа бағыттау бойынша, профориентация бойынша қандай да бір жұмыстар жүргізесіздер ме жалпы осы түлектеріне? Жаңа өзіңіз мамандықтарға баулу деп айттыңыз ғой, жаңағы ұстаздардың. Енді профориентация ол үлкен бір мәселе мектептерде. Қазір шынымен ағаш жемісімен танылады дейді. Бізде түлектерімізбен мақтанамыз әр уақытта. Өйткені түлектеріміз жаңағы жақсы университеттерге түсіп жатса, еліміздегі жақсы университеттер, халықаралық жақсы университетке түсіп жатса, әне біз үшін ең үлкен қуаныш сол. Неге десеңіз, өйткені келешекте нағыз бәсекеге қабілетті мықты маман иелері әрине мықты университеттерге түсуден өтеді. Оттан біз балдармен жаңа 7, 8, 9-да олардың жаңа жеке қызығушылықтары, ішкі дүниелерінде шабыттары неге ұмытылады олар? Олардың мықты жақтары қандай деген көп сұрақтармен айналыссақ, 9, 10, 11-де бізде IDP деген жүйе бар. Ол әр оқушының жеке даму траекториясы. Бұл жерде жасанды интеллекті көмекші құрал ретінде жұмыс істейді. Яғни баланың бізде бүкіл балаға қатысты бүкіл дерек көздерді сол Bill.org деген платформа бар, сол жерде енгізіліп, академиялық жетістіктер немесе жаңағы әртүрлі академияның сыртындағы шығармашылық бүкіл жетістіктері сараланып, яғни балаға 9, 10, 11 класстарда біз оларды келешекте мамандыққа дайындау мәселесі бойынша жан-жақты жұмыс істей бастаймыз. Яғни баламен өзінің жаңағы таңдауын жасауға көмектесуге тырысамыз. Оған қандай мүмкіндіктер бар екенін біздің профориентологтар айтып отырады. Және көбінесе мына мықты университеттерде оқыған түлектермен жолықтыруға тырысамыз. Олардың тәжірибесін оқушыларға жеткізуге тырысамыз. Сондықтан бала осының ішінен өзінің жаңағы мүмкіндіктерін өзі аңғарып, неге жетіп, неге жете алмайтынын түсінгендіктен бала өзіне бір белгілі мақсат қойып, былайша айтқанда өзінің
армандаған, таңдаған бағыт бойынша ары қарай жақсы университеттерге түсіп жатады. Бұл да өз жолына қойылған дүние, өте маңызды бір сала. Сондықтан бұл жердегі ең басты нәрсе осы баланың жаңағы қызығушылығын, баланың жаңағы жеке өзінің қай дамуды қай жолын таңдау керек, осыған біз жеті тұрып пайдалы көмектесуге тырысамыз, қысқаша айтқанда. Жаңа өз сөзіңізде түлектер туралы айтып қалдыңыз. Жалпы осы білім инновация түлектер дегенде бір-біріне жаңағы әрқашан қарайласатын, әрқашан бас қосып тұратын, бауырмашыл екенін көп естіп жатамыз. Жалпы бұл сіздер тарапынан жасалатын қандай да бір жұмыстың нәтижесі ме, әлде ол табиғи түрде жасалған процесстер ме? Бұл қалай, бұны қалай түсіндіресіз бір сөзбен айтқан кезде бұл процесті? Енді біз бұл мектепте беріліп жатқан, жаңа айттық қой, құндылыққа негізделген білім, құндылықтар, мектепте берілген ынтымақтастық, оқушылар арасындағы бауырмалдық, бұл сезімдер мектеп бітіргеннен кейін де балаларда былайша табиғи түрде дамып жатады. Мысалға айтайық, университетте көптеген оқушылар, түлектер бір-бірін тауып, бір-бірімен жаңағы әртүрлі іс-шаралар жасап, осындай әртүрлі сала бойынша қарым-қатынас жасап, бір-біріне көмектесіп жасады. Негізінде біз бір қауымдастықпыз деп айтсақ болады. Яғни былайша айтқан кезде білімге құштар, ізденімпаз жастардың үлкен бір қауымдастығы деп айтсақ болады. Неге десеңіз, өйткені мынау бір нанды бөліп жегеннен кейін мектепте жаңағы бірге ыстығына күйіп, суығына тоңғаннан кейін балалар бауырмашыл болады. Бұл өте маңызды. Мен баста да айтуға тырыстым. Бізде оқушылар мектепте өз-өзімен жарысады. Яғни бір-бірімен жарыспайды. Бір-біріне әр уақытта көмектесуге тырысады. Сондықтан өз-өзімен жарысқан балдар әр уақытта бір-біріне деген қызғанышы болмайды. Яғни керісінше бір-бірін қолдап, сондай керемет бір қарым-қатынас орнағаннан кейін де оқушылар сол университет уақытында да, кейін университеттен кейін де сол бір-бірінің қатынастарын үзбей, әр уақытта бір-бірін қолдап, мектептің жаңағы 5 жылдығы, 10 жылдығы деген сияқты сондай мерекелік күндерді атап өтіп өз арасында жаңағы осындай іс-шаралар жасап жатады. Мысалы, кеше ғана түлектер арасында үлкен турнир өтті. Мысалы, Шымкент түлектері сол турнирді өздері ұйымдастырды. Бүкіл жаңағы Астанадағы кім келе алады, бәрін шақырып, жаңағы 7-8 команда келді. Мысалы, бірінші орынды Көкшетау түлектері жеңіп алды. Өте жақсы бір атмосфера болды. Мен де Шымкенттің түлегі болғандықтан мен де барып қатыстым. Өте тамаша бір не болды. Сонда сол жерде де енді айтылды. Мысалға, Харвард дегенде біз Харвардтың профессорларын танымаймыз, бірақ Харвардтың түлектерін танимыз ғой. Бұл бір сондай дүниеде. Яғни түлектер деген біз үшін ол үлкен бір әлеуметтік капитал негізі. Әлеуметтік адами капитал. Яғни біз түлектермен жаңа баста айттым ғой, ағаш жемісімен танылады деген сияқты. Негізі біздің осы білім инновация лицейлерінің жаңағы атын шығарып жүрген негізінен біздің түлектер. Осы түлектерге қарап, кісілер менің де балам сен сияқты, осылар сияқты болсын деп, балдарын бізге алып келіп жатады. Сондықтан қазіргі таңда енді біздің лицейлердің түлектері шын мәнінде жалпы Қазақстанда болсын, шет аймақтарда болсын, былайша айтқан кезде өздерін жақсы көрсетіп, сол лицейде алған тәрбиелерін өзін жақсы жағынан көрсетіп, былайша айтқан кезде мектептеріміздің атын шығаруға үлкен ықпалын тигізіп жатқан бір қауымдастық деп айта аламын да. Енді бұларды кім іс-шара мәселесінде әр лицейдің өзінің ассоциациясы бар. Әр лицей өзінің қауымдастығы бар. Ол қауымдастықтың негізгі құрылудағы мақсаты өз лицейіне көмектесу олар. Былайша айтқан кезде өз лицейіндегі жаңағы бәлкім жағдайы болмай жатқан оқушылар болуы мүмкін, жаңағы ғылым жолында олимпиадист оқушыларға көмек керек болуы мүмкін, немесе жаңағы менторлық қарым-қатынастар, өздерінің жаңағы тәжірибесімен бөлісу керек болуы мүмкін. Осы жағынан алғанда біздің түлектер қауымдастығы жағынан өз лицейлеріне жиі келіп, өздерінің жаңағы бастарынан өткен қызық оқиғаларын бөлісіп, оларға жол сілтеп жатады. Бұл жағынан да біздің оқушылар үшін үлкен бір мотивация. Бұл біз үшін. Өйткені енді ойлап қараңыз, мысалға оқушы бір мектепте сол Гарвардты бітіріп келген оқушы бар, MIT-де оқытыр, сол бітіріп келген қазір мықты маман болып қалыптасқан түлек келіп, сол лицейге келіп, мен де сендер сияқты осы мектепте, осы қабырғада, осы партада отырғанмын деп,
айтқан кезде оның әсері әрине баланың жаңағы былайша айтқан кезде көкжиегінің ашылуына үлкен бір ықпалы бар бір дүние. Сондықтан түлектер осы жағынан біз үшін өте маңызды деп айтсақ болады. Жалпы биыл мектептерінде қабылдау туралы айтып кеттік қой. Осы тұрғыда биылға емтихан қалай жүргізіледі, қашан жүргізіледі, және бір орынға қанша оқушы таласады, осы жөнінде бір тағы айтып өтсеңіз. Енді жыл сайын білім инновация лицейлерін қабылдау емтиханына 30 мыңнан астам оқушы тіркеледі, олар емтиханға кіреді. Бұл жыл сайын бұл сан көбейіп жатыр. Мысалға 2-3 жыл бұрын 26-27 мың еді, қазір мысалы 30 мыңнан асты қазір. Енді бұл құдайға шүкір бала санының көбеюіне де байланысты. Негізі қазір құжат қабылдау басталып кетті. 12 сәуірге дейін құжат қабылдау жалғасады. 17 мамыр күні бүкіл Қазақстан бойынша бір уақытта емтихандар жүргізілетін болады. Бұл енді облыстық, қалалық жағы айтылған жерлерде болады, көбінесе білім инновация лицейлерінде болады, және аудандық жағы айтылатын мекемелерде бұл емтихан жасалынатын болады. Және бір нәрсені айту керек, бұл жерде білім инновация лицейлер тек қана ең ақылды балдар жинап алады деген нәрсемен бір шетінен мен келіспеуге болады. Себебі біз 10% ауылдық балдарды қабылдаймыз, міндетті түрде 10%. Және біз аудандарға барып емтихан жасаймыз. Аудандарға барып емтихан жасауымыздың да мақсаты осы ауылдың балдарына мүмкіндік жасау. 10-15% өз күшімен түсетін балалар болады. Және 15% әлеуметтік осал топтағы балаларға біз мүмкіндік береміз. Былайша айтқан кезде жаңағы 25% ол міндетті түрде беріледі ауылдың балдары және әлеуметтік осал топтағы балдар үшін. Және ауылдан да өздігімен келіп түсетін 10-15% бар. Сонда тек қана ең қаланың ақылды балдар кіреді деген нәрседе жоқ негізінде, былайша айтқан кезде. Жалпы жасырын болмаса, құпия болмаса, лицейге түсу үшін қалай дұрыс дайындалу керек? Осы жөнінде бір керекті бір лайфхактармен бөлісіп кетсеңіз. Енді лицейге жаңағы түсетін емтиханның негізгі мазмұны ол математика, логикадан құралады. Әрине қазақ тілі бар ол жерде, және оқу сауаттылығы бар. Бірақ 80% сұрақ ол математика және логикадан келеді. Сондықтан балалар осы математика, логика бойынша осы біл емтихан KZ-те бізде пробный емтихан нелері бар, үлгілері бар. Соған кіріп, жаңағы өздерінің бақтарын сынап көрсе болады, жаңағы тәжірибе алса болады. Және енді емтиханға келетін болсақ, емтиханда көп балалардың қателесетін жағдайы біліп білмесе де бүкіл сұрақтарға жауап бере береді. Бірақ біздің емтиханның бір ерекшелігі 4 қате бір дұрыс жауапты қысқартып отырады. Сонда біз балаларға айтатымыз, тек қана білгеніңді жаса дейміз да. Білмеген сұрағыңа тиіспе деп айтамыз. Бірақ кейбір балдар енді бұл 6-7 класстың балдары болғандықтан өздеріне әрине сенімділіктері мықты болғандықтан шатасып қателесіп жатады. Осылайша олардың балдары төменге кетіп қалып отырады. Сондықтан сол жаңағы мүмкін болса жаңағы биыл емтихан KZ-тегі үлгілермен танысса, ол жерде бүкіл нәрсесі жазылған. Ол тегін ғой? Ол тегін. Сол тіркелген кезде алдарына шығады. Сол жағынан ата-аналарда кішкене балдарды психологиялық жағынан дайындап кіргізсе, мен ойлаймын, сәтті өтеді деп. Түсінікті, рахмет. Келесі сұрақ, президентіміз айтып өтті, ауыл балалары мен қала балаларының арасындағы білім алшақтығы туралы, жалпы соны жақындату туралы. Осы тұрғыда қандай жұмыстар атқарып жатсыздар өздеріңіздің тарапында? Енді бұл президентіміздің жалпы білім саласындағы айтып жүрген ең өзекті мәселелердің бірі ауыл мен қаланың арасындағы теңсіздікті жою білім сапасы бойынша. Біз енді оқу ағарту министрлігінің жаңағы тапсырмасы бойынша жыл сайын ауыл мектептеріне өз тәжірибелерімізді бөлісіп отырамыз. Мысалға, осы соңғы 2 жылда біз 400 мектеппен жұмыс істедік. Бұл жерде біз не істейміз? Ең бірінші біздің мұғалімдер өздерінің жаңағы жаратылыстану бағыты бойынша, әсіресе лабораториялық зерттеу лабораториялары бойынша өздерінің жаңағы тәжірибелерімен сол ауылдық мектептің мұғалімдерімен бөлісіп жатады. Онымен қоса жаңағы басшыларға да біз біздің лицейдің басшылары өздерінің жаңағы тәжірибелерін бөлісіп жатады. Сондықтан мүмкіндігінше қосымша біз сол балаларды олимпиадаға дайындау мәселесі бойынша сол балаларға көмектесіп жатамыз. Және жаңағы айтқанымдай біз емтихан жасағанда міндетті түрде аудандық білім бөлімдерімен қарым-қатынасқа түсіп, сол ауылдың балдарына лицейге түсу мүмкіндігін қарастырып, соларға
әртүрлі мүмкіндіктерді жасауды ойластырамыз. Түсінікті. Жалпы білім инновация лицейлердің басқа мектептерден ерекшелеп тұрған не нәрсе? Жалпы сіз өздеріңіздің осы жетістікке жету құпияларыңызбен басқа мектептермен бөлісіп тұрасыздар ма? Жалпы ол құпия емес па? Енді баста да айтып кеттім, ең басты ерекшелігі біз мынау құндылыққа негізделген білім беру мәселесі деп айтсақ болады. Өйткені Әл-Фараби атамыз айтқандай, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дейді ғой. Міне осы мәселе біздің басты ұстанымымыз. Біз балаларға ең бірінші жаңағы оңтайлы орта қалыптастыру арқылы олар еркін өздері таңдау жасау мүмкіндіктерін алу арқылы, еркін өз қызығушылықтарымен, өз алдына қойған мақсаттарымен жұмыс істеулеріне мүмкіндігі алу арқылы олай дамып жатады. Сондықтан бұл лицейлердің жаңағы сондай жақсы қолайлы орта қалыптастыру арқылы және мықты академиялық терең білім беру арқылы алға шығып отыр деп ойлаймын. Жоқ, енді осы білім инновациядағы білімді, тәрбиені басқа мектептермен бөлісесіздер ма сіздер? Сол туралы айтып өтсеңіз, ол құпия емес па? Иә, ол ешқандай құпия емес. Бізде құндылық KZ деген тобымыз бар. Осы біздегі жаңағы 30 жыл бойы қордаланған осы әсіресе тәрбие саласы бойынша үлкен тәжірибені біз басқа мектептермен міндетті түрде бөлісіп отырамыз. Қазіргі таңға дейін жаңа қателеспесем 300-ден астам мектеп осы біздің лицейлердің тәжірибесін алып өздерінде қолданып жатыр және жақсы жетістіктерге жетіп жатыр. Мысалға бір мысал айтайын. 8-ші мектеп кейсі бар, жалпы осы тәрбие мәселесі бойынша. Осы құндылыққа негізделген білім беру курсынан өткеннен кейін мектеп басшылығы өз мұғалімдер арасында келісіп, осы бір эксперименталды бір кейс жасайды. Шынымен бұның жұмыс істейтініне көз жетіп, былайша айтқан кезде қандай кейс жасайды? Мектеп директоры бүкіл ұстаздарын жинап айтады, біз дейді мұғалімдер ретінде біз өзімізден бастауымыз керек, біз үлгі болуымыз керек. Сондықтан біз балалармен бірінші сәлемдесейік әрқашан. Балалардың көңіл жайын бірінші біз сұрайық. Оларға әр уақытта жылы сөз айтып, күлімсіреп қарап, олардың жетістігін жаңағы бағалап, оларды жаңағы қиыншылықтар болса, жаңағы оларға жанашырлық танытайық деп сондай бір келіседі өздері. Сонымен 2 аптадай осыны істегеннен кейін жаңағы мектеп басшысының айтуы бойынша мектептің атмосферасы бірден өзгеріп, балалардың жаңағы білім алуға деген құлшыныстары бірден артқан, арадағы жылы қарым-қатынас жаңағы сол мектептің атмосферасын былайша айтқан кезде қатты өзгерткенін айтады. Сондықтан біз осылай өз лицейлердегі болып жатқан жақсы дүниелерді міндетті түрде ауыл мектептерімен және қала мектептерімен бөлісіп жатамыз. Оның ешқандай құпиясы жоқ. Түсінікті, рахмет. Жаңа тәрбие деп айтып қалдыңыз. Жалпы қазір соңғы кездерде білім беру мекемелеріндегі тәрбие мәселесі өте қиындап бара жатыр ғой. Әсіресе мынау зета, альфа, бета ұрпақтары тәрбие жөнінен өте қиын. Олармен жұмыс істеу қиын деп айтып жатады. Жалпы бұл тұрғыда қалай жұмыс істеп жатырсыздар? Ұстаздарыңыз бұны ептей алып жатыр ма, былайша айтқан кезде? Қазіргі балалар шынымен ерекше балалар. Жаңағы бета, альфа ұрпақтар дейміз. Бұл балалар шынымен былайша айтқан кезде көп мақсатты жұмыс істей алатын балалар. Бұл балалар өте шығармашыл балалар, қазіргі балалар. Және өте нәзік балалар. Сондықтан бұл балалармен жұмыс істеген кезде әрине тең қарым-қатынас құру өте маңызды. Бұлармен жұмыс істеген кезде бұлардың жаңағы шығармашылық қабілеттерін әр уақытта қолдап отыру өте маңызды. Сондықтан баяғыдай мұғалім айтқаны дұрыс, мұғалім қалай айтса солай болады деген нәрсе қазіргі ұрпаққа жүрмейді. Сондықтан бұлармен санасу керек ең бірінші, бұл оқушылармен. Бәлкім былай айтуға болатын шығар, яғни қазіргі уақытқа дейін ең қабілетті, ең ақылды ұрпақпен жұмыс істеп жатқанымызды біз түсінуіміз керек мұғалімдер ретінде. Сондықтан біз бұларға баста айтып кеттім, оқушыға жаңағы бағдарланған оқыту дегенде сол оқушыға жауапкершілікті жүктеу. Яғни өздігінен сұрақ қою мәселесі, өздігінен жаңағы сыни тұрғыдан ойлана білу мәселелерін біз балаларға үйрету арқылы, яғни былайша айтқан кезде үйренуді үйрету арқылы бұл балаларға, егер осындай бір бағыт-бағдар беретін болсақ,
қазіргі балдар қазіргі мынау мүмкіндіктерді пайдаланып былайша айтқанда тез арада өздерін жетілдіру дамыту мәселесі қатты да бір қиын мәселе емес негізі. Сондықтан мұғалім дұрыс қарым-қатынас жасай білсе, оқушыны уақытында дер кезінде дұрыс танып, оның жаңағы әрбір жетістігін бағалап, немесе жаңағы болып жатқан кемшіліктер немесе қателіктеріне кешіріммен қарап, оған мейіріммен жаңағы жанашырлық танытып жатса, бұл балалар шынын айтқанда үлкен жетістікке жететін балалар деп айтсақ болады. Білім инновация мектептерінің бір ерекшелігі ол жатақханасы. Жалпы жатақхана білім беру үшін пайдалы ма әлде зиян ба? Өйткені жатақхана бар жерде балалар бар жерде әлімжеттік бар, төбелес бар, буллинг бар деген секілді. Осы жөнде айтып өтсеңіз, жалпы білім инновацияларына жатақхана қалай әсер етеді? Яғни жатақхана жүйесі біздің лицейлердің жалпы балалардың дұрыс білім алуына, тәрбие алуына өте үлкен әсері жоғары. Өйткені мысалға былай айтуға болады, бала түске дейін оқиды бір балдар, мысалы, немесе түстен кейін оқиды, жарты күн оқиды. Жарты күн оқығаннан кейін ол бала үйіне кетеді. Егер әрине оны қадағалап отыратын ата-анасы болса, бір сәрі жаңағы қосымша кружоктарына барады, басқа да нелеріне барады. Бірақ бала жарты күн егер бос қалдыратын болсаңыз, ол бала былайша айтқан кезде ол өте қиын жағдай деген сөз. Екіншіден, біздің лицейлер енді жарты күн емес, толық күн оқиды олар. Таңғы сағат 9-дан 4-ке дейін сабақ жүреді. 4 пен 6 арасында қосымша жаңағы әртүрлі үйірмелер жүреді. 7 мен 9 арасында жалпы сабаққа дайындық жүреді. 9 мен 10 арасында тағы да іс-шаралар жатақханадан жүреді. 10 мен 11-дің арасында жаңағы ұйқыға дайындық жүреді. Соң 11-де бәрі ұйықтау керек. Жалпы бұл толық күн емес, былайша 24 сағаттық бір жүйенің ішінде бала. Бұның балаға өте үлкен бір әсері бар. Өйткені баланың фокусы бөлінбейді. Өйткені бізде бүкіл уақыт ол дұрыс пайдаланғандықтан, бүкіл уақыттың өзінің мақсаттары, міндеттері болғандықтан, баланың қатты көңілі бөліп, жаңағы не болмайды. Сондықтан буллинг жасап, бір-біріне әлімжеттік жасауға да олар ешқандай уақыт болмайды. Жаңа баста айтып өттім, өйткені лицейдегі сол жатақханамен бірге баланы дамытатын қолайлы бір орта бар. Сол жатақхананың арқасында негізінде қарап отырсаңыз, мысалы мына біздің олимпиадистер, олар таңғы 4-те 5-те тұрып, бір-бірін тұрғызып, бір-бірін жаңағы қинап тұрғызады, сөйтіп бір-бірін қинап сабақ оқиды бір-бірімен. Бұл жерде тәрбиеші де араласпайды, бірақ балдардың жаңағы бір-біріне деген бауырмалдығы, бір-біріне деген жаңағы жақсы қарым-қатынастың арқасында олар осылай білімге құштарлықта, ізденімпаздықта жарысады бір-бірімен. Бұның бәрі осы жатақхананың арқасы. Сондықтан біз ата-аналарға айтамыз, жатақханада бала жатқаны дұрыс деп, өйткені лицейлердің жүйесі ол жатақханасымен мағынасы күшті, оның мүмкіндіктері күшті да. Бірақ кейде қарайсыз, мысалға кешке сағат 4-тен кейін де бала кетіп қалып жатады, баланың несі ойы бөлініп кетеді. Өйткені үйде басқа атмосфера, мектепте басқа атмосфера. Енді әрине баланың жағдайы жақсы, әке-шешесінің көз алдында әрине керемет нәрсе. Бірақ кейде барлық семьяда ондай жақсы мүмкіндіктер бола бермейді ғой, кейде қиындықтар болып жатады, кейде әртүрлі семья болып жатады. Сондықтан былайша айтқан кезде баланың 24 сағат мектепте жатақханада болуы, ол жалпы баланың дұрыс жетілуіне, әрине ол жердің жаңағы ол орта дұрыс құндылықтарға негізделген болса, жаңағы баста мен осыны айтуға тырыстым. Яғни жақсы дұрыс орта ғана баланы жақсы жетістікке жетуіне себепші болады. Бір атақты коучтың айтқан сөзі бар, айтады: сені қоршаған 5 адамның орташа көрсеткішісің дейді. Сенің жетістігің сені қоршаған 5 адамның орташа көрсеткіші деп айтады. Көріп, сондықтан бұл жатақханада былайша айтқан кезде бәрі білім іздеп келген балдар, жетістікке жетеміз деп келген балдар, бәрі бір жерде 24 сағат олар керемет бір орта қалыптастырып, бір-біріне жаңағы көмектесіп, бір-біріне бауырмалдық қарым-қатынас жасап, былайша айтқан кезде білімге құштар және ізденімпаз жастар осындай ортадан мықты азамат болып жетіледі деп есептейміз. Жатақхана, білім, инновация десе қатар жүретін әңгіме, тағы бір әңгіме, ол ұлдар бөлек және қыздар бөлек оқу деген. Жалпы бұл оқу жүйесі қаншалықты тиімді? Осы қазіргі жетістіктерге осының тікелей себебі бар деп ойлайсыз ба? Енді бұл жерде әртүрлі көзқарас бар. Біздің лицейлер әу бастан осылай ашылғандықтан,
кезінде бұл енді бұл ағылшын модель деп айтып жатқандар бұл модельге. Бұл Америкада да бұл танымал бір модель. Бұл Ресейде де бар бұл модель, қыздар гимназиясы деген сияқты. Бұл енді тек қана Қазақстанда қалыптасқан нәрсе емес. Бізде мысалы қыздар университеті бар деген сияқты өзіндік плюстері бар әрине. Мысалға айтайық, ұлдар тек қана өздері болғанда, егер әрине оларды сіз дұрыс бағыттап, дұрыс жаңағы дамытатын болсаңыз, олардың әлдеқайда былайша айтқан кезде көңілдері бөлінбейді. Былайша айтқан кезде бүкіл назарлары білімде болады, иә. Былайша айтқан кезде білім алудың мәртебесі бірінші орында тұрады әр уақытта. Сондықтан олар тез арада жетістікке жетіп жатады. Қыз балалар да тура солай. Әрине, бірақ бірге оқытатын да біздің лицейлеріміз бар. Біз ол жерде де жақсы жетістіктерді көреміз. Сондықтан бұл өзінің жаңағы плюстері де бар, әрине, мүмкін минустар да бар. Бұл әркімге әрқалай деп айтсақ болады. Кейбір ата-аналарға бөліп оқытқан қатты ұнайды. Мен бөліп оқығанды жақсы көремін дейді. Кейбір ата-аналар әрине бірге оқығанды қатты қалайды. Сондықтан біз бұл жерде қатып қалған бір саясат жоқ. Енді бұл лицейлер сол кездегі әкімдіктердің бірге ашқан мектептер солай ашылған болғандықтан біз солай жалғастырып жатырмыз. Бірақ қазіргі уақытта біз егер жаңадан бір мектеп ашылатын болса, міндетті түрде сол жердегі ата-аналардың жаңағы сұраныстары немесе білім басқарма өкілдерінің сұраныстарымен санасып солай мәселені жасаймыз. Түсінікті. Жалпы білім инновация, білім саласын айтып өткенде, олардың жетістігін айтқан кезде ұстаздар туралы айтпау дұрыс емес. Міндетті түрде ұстаздар қоса жүреді. Білім инновация мектептерінде Гиннес рекордына кірген, мысалы Мұаммергүл сияқты ұстаздар бар. Осы ұстаздарды қалай ұстап отырасыздар? Ол кісілер басқа жаққа кетіп қалмай ма, немесе оған миллиондаған жалақы төлейсіздер ме? Осы жөнінде айтып өтсеңіз. Енді бізде әртүрлі ұстаздар бар, әрине. Әрине, егер жаңа баста да айттық қой, егер ұжым дұрыс болатын болса, ашық болатын болса, түсіністікке, өзара жаңағы сенімділікке негізделетін болса, ұстаздар да өз жұмыс істеп жүрген орнын жақсы көретін болады. Ол жерде олардың да мақсаттары анық, ұстанымдары анық болғандықтан, әрине ұстаз әр уақытта баламен жұмыс істеуді жақсы көргендіктен, былайша айтқан кезде көп ұстаздар лицейлер шынымен жақсы көреді. Сол құндылықтарды жақсы көреді, былайша айтқан кезде. Әрине біздің лицейлерден де жүйеден шаршап басқа мектептерге кетіп жатқан ұстаздар да жоқ емес бар, бірақ олардың саны көп емес. Бірақ әрине біздің ұстаздарымыз, мысалы 2000-дай ұстазымыз жұмыс істесе лицейлерде, оның 1000-ға жуығы ротациямен жұмыс істейді. Яғни біз әр 4 жыл, 5 жылда ұстаздарымызды директорлармен қоса ауыстырып отырамыз. Бұның маңыздылығы жаңағы әр лицейдің жаңағы сапасын қамтамасыз ету мақсатында, және бұның жалпы лицейдегі ұстаздардың ауысуында өзіндік өте көп плюстері бар. Сондықтан ол негізі ұстаздарға да ұнайды ол. Яғни былайша айтқан кезде бір мектепте көп жылдар жұмыс істей беру де енді ол бір адам кейде шаршайды. Сондықтан мысалы мен өзім 4 мектепте жұмыс істеп келдім. Мысалға 4 мектепте. Ол 4 мектепте 4 түрлі қоғаммен таныстым десем болады, 4 түрлі ата-анамен таныстым десем болады. Сондықтан өте үлкен тәжірибе алдым. Тура сол секілді әр барған жерге де мұғалім, ұстаз өзінің тәжірибесімен бірге барады. Былайша айтқан кезде бұл мектеп үшін де үлкен бір плюс, ұстаз үшін де үлкен бір плюс. Сондықтан бұл әрине көп ұстаздарға ұнайды осы мәселе. Кейде енді мынау бізде көңілді тапқырлар лигасы деген не бар, оқушыларымыз. Соған шыққан кезде осыны әрине әзілге қосып жатады. Яғни кейбір ұстаздар Құлсарыға барғысы келмейді, қалай барады екен деген сияқты әзілдер қосып жатады. Бірақ көп ұстаздарымыз Құлсарыға да барады, Жаңаөзенге де барады, яғни Арысқа да барады. Яғни біздің лицейдің бәлкім жаңағы білім беру жүйенің мықтылығы да осы жерде. Ұстаздарымыз бұл жүйені өте қатты жақсы көргендіктен, бұл жүйеде былайша айтқан кезде мәнін, мағынасын жақсы бағалағандықтан ол ұстаздар сол лицейлерде жұмыс істеп жатады. Жаңа Мұаммергүлді айтпаймыз ба? Енді Мұаммергүл деген ұстазымыз бар, атақты білесіздер. Сол кісі бізде жаңа ротация деп айттық қой енді. Бізде мұғалімдердің барлығы біледі, ротациядан құтылу мүмкін емес. Сондықтан Мұаммергүл ағайымызды да ол ротация жасайтын бір алқа бар, кеңес бар. Сол кеңес ол кісінің несін Алматыға жіберді, жұмыс орнын.
әрине Астанада көптеген ата-аналар бізге былай айтқан кезде шағымдарын жеткізді. Неге бұл кісіні бізден алып жатсыз деп. Мен ол кісілердің барлығына түсіндірдім. Яғни бізде ротация деген бір жүйе бар. Ол ротацияға бүкіл мұғалімдер, яғни ротацияға жаңа келіскен барлық мұғалімдер сол принциптермен жұмыс істеу керек екенін біледі. Сондықтан мен де ешқандай сіздерге көмектесе алмаймын деп жеткіздім. Яғни Мұаммер Гүлдің өзі білесіздер, ол бірнеше қалада жұмыс істеп келген кісі, Ақтөбеде жұмыс істеген бұның алдында, Астанада жұмыс істеді, енді қазір енді міне Алматыға ауысты, Алматыда өз жұмысын жалғастырып жатыр. Соңғы уақытта білім инновация мектептері өзінің білім беру жүйесін бағдарламасын ауыстырып IB деген бағдарламаға көшіп жатыр деп естідік. Бұл сонда бұрынғы құндылыққа негізделген білім беруден бас тарту, ауыстыру деген сөз ба? Бұл қандай білім IB деген білім жүйесі? Енді жалпы қазір білім саласы жалпы өте тез дамып жатыр. Қазақстан мынау халықаралық жүйеге өте ашық бір бізде білім саласының жаңағы қызметкерлері болсын, оқу ағарту министрлігі болсын, бұл мәселеге өте ашық бір саясат жүргізіп жатыр. Мысалға елімізде Назарбаев зияткерлік мектептері де өз халықаралық стандарттармен енгізілген бір өте жақсы бір жүйе. Қазір РФМШ-да өзіндік жақсы жүйелермен жұмыс істеп жатыр. Сондықтан біздің де кейбір мектептеріміз сол өз ұстаздарымен, ата-аналармен келісіп, осы жаңағы халықаралық бакалавриат дейміз, соған өтуді бізге ұсынды. Бізде егер сендер шынымен осыны қаласаңдар, өтулеріңе біз қарсы емеспіз деп ол кісілерді қолдадық. Сондықтан бізде қазір ең бірінші болып Астана қаласындағы білім инновация лицейі ұлдарға арналған. Олар IB-ге осы 2 жыл бұрын өтуге жаңағы не істеді, талпынды. Қазір енді IB-ге өткен жағдайы бар. Одан біз бұны қолдаймыз негізінен. Ал егер біздің құндылық мәселесіне келетін болсақ, мынау халықаралық ең негізгі танымал ол Кембридж және IB бағдарламасы бар. Соның ішіндегі әсіресе IB бағдарлама ол біздің құндылықтарға негізделген білім беру бағдарламасымен өте жақын бағдарлама. Мысалы IB бағдарламасы не дейді? Біз дейді балдарды жаһандық көзқарасқа, жаһандық құндылықтарға тәрбиелейміз дейді. Бірақ ол қалай тәрбиелейміз дейді? Жеке әрбір баланы өзінің ұлттық бірегейлігін сақтай отыра, өзінің жаңағы ұлттық дәстүрлері, тарихы, мәдениеті, соны үйрету арқылы біз жаһандық көзқарасқа алып келеміз дейді. Яғни бұл бізге ешқандай қайшылық жағы жоқ. Біз де дәл осыны айтамыз. Ең бірінші тәрбие ол ұлттық болу керек, ал білім заманауи болу керек деп. Сондықтан бұл жерде бізге де IB жалпы бағдарламасы жақын болғандықтан кейбір лицейлеріміз әрине өздерінің жаңағы педагогикалық ұжыммен келісе отыра, ата-аналарымен келісе отыра, және өз білім басқарма өкілдерімен келісе отыра, осындай ұсыныстар білдіріп жатқан лицейлер бар. Біз оны тек қана қолдаймыз. Жалпы жаңа халықаралық білім беру стандарты деп айтып өттіңіз ғой. Жалпы осы халықаралық стандарт нормативтері біздің елдегі ережелермен сәйкес үйлесіп жата ма негізі? Ол алшақтығы жоқ па? Енді әрине бұл халықаралық жүйе стандарттары деген ол өте жақсы стандарттар. Біздің оқу ағарту министрлігі 2015 жылдан бастап жаңарған бағдарламаға өткен болатын. Бұл жаңартылған бағдарламаның негізгі мақсаты да осы жалпы халықаралық стандарттарға келу мәселесі негізгі мақсат болатын. Бұл негізі жаңағы формалды жаттанды білімнен функционалды сауаттылыққа өту мәселесі. Яғни баланың мектепте алған білімін өмірде қолдана білу мәселесі. Жаңа біз айтып отқан ойлау дағдылары, сыни тұрғыдан ойлану мәселесі, шығармашылық ойлану мәселесі, осыны дамыту мәселесі жалпы 2015-тен бері біз енгізіліп келе жатыр. Бұл әрине оңай дүние емес. Бұл қазіргі таңда да жалғасып жатыр. Әсіресе осы соңғы жылдары өте көп бұл талқыланып жатыр бұл мәселе. Яғни біз қазір жалпы білім қайда бара жатыр? Білім ол ең басты нәрсе баланы шығармашылыққа, қиялдауға, мысалға стандарт емес жағдайларда ойлануға, немесе мәселелерді шешуге, немесе жаңағы өмірдің жаңа заңдарына тез бейімделуге үйрету керек деген мәселені қозғап жатырмыз ғой. Осы біздің қазіргі жалпы білім беру стандарттарымыз осыған бейімделіп жатыр деп толық айта аламыз.
өте көп жұмыстар жасалып жатыр бұл нәрседе. Бұл әрине бір уақыт мәселесі. Ең бастысы дұрыс бағыт бар, белгіленген бағыт бар. Осы негізінде егер осылай қарқынды жұмыс істейтін болсақ, біз қысқа уақыттың ішінде бұған қол жеткіземіз деп ойлаймын. Бүгінгі тақырыбымыз жалпы білім саласында болды. Жаңа білім инновация мектептері төңірегінде болды. Жалпы өзіңіздің жеке ойыңыз мынау елдегі білім саласына көңіліңіз тола ма, немесе бір қандай да бір өзгеріс керек деп ойлайсыз ба? Енді біздің Қазақстандағы білім саласы өте тез дамып жатқан жағдайы бар. Былайша айтқан кезде біз енді кейде шетелге шығып жатамыз, сонда бұл менің ойым емес, бұл шетелдік жалпы Қазақстанды жан-жақты қарап отқан эксперттердің ойы. Көбісі айтатын осы: Қазақстан шын мәнінде халықаралық білім беру стандарттарына ұмтылысы шынымен қызықтырып отқан айтылып отыр. Сондықтан бұл мәселе әрине өзгеріс оңай емес. Ол былайша айтқан кезде қаншама мектеп бар, қаншама регион бар, ол жерлердің барлығында бірден өзгертіп қою ол оңайға тимейді. Бірақ белгілі бір уақытпен өзінің кезең-кезеңдерімен жақсы өзгерістер болып жатыр деп мен толық айта аламын. Жақсы мектептер пайда болып жатыр, мысалға. Жақсы ұстаздардың саны көбейіп жатыр. Оқушыларымыз әлемдік додада өте жақсы жағынан өздерін танытып жатыр. Әсіресе мысалы қазір осы біздің балалардың қабілетінің мықтылығы арқасында шығар, көптеген шетелдік университеттер Қазақстанға келіп өздерінің филиалдарын ашып жатыр деп айтсақ болады. Осының барлығы Қазақстан білімнің жақсы жаққа бара жатыр деп жалпы айтуға болады. Менің жалпы көңілім толады. Шетел деп қалдыңыз. Жалпы білім инновация лицейлері бір жеке бренд деп айтсақ болады. Шетелге шығару ойда жоқ па білім инновация мектептерін? Енді дәл қазір ондай бір мақсатымыз жоқ. Бірақ мысалға біздің бір осы Қазақстанның ішінде көптеген бизнес өкілдері келіп, біз осындай мектеп ашсақ, сол мектепті сіздермен бірге басқарсақ деген көптеген ұсыныстар бізге түсіп жатыр. Біз мысалы қазір осындай 4 мектеппен біз ынтымақтастық негізінде жұмыс істеп жатырмыз. Осы Қазақстанның ішінде өте мықты мектептер. Және соңғы 1-2 жыл болды істеп жатқанымызға. Құдайға шүкір, жақсы жетістіктеріміз де бар. Мысалға айтайын, Алматыдағы Нұрорда мектебі. Сол жердің кәсіпкерлері Алматыдағы сол мектепті бізге ұсынып, сол Нұрорда брендін берсеңіздер, бізге бірге сіздер басқарсаңыздар деп сондай ұсыныс келгендіктен біз Алматыны сол Нұрорда ретінде аштық өткен жылы. Мысалы 1 жылдың ішінде ол мектеп халықаралық олимпиадаларда өзінің жетістіктерін көрсетіп, мысалы қазір Алматыда РФМШ-дан кейін 2-ші дәрежелі Жаутықов олимпиадасы бойынша 2-ші дәрежедегі мектеп болып отыр. Бұл ненің арқасы? Осы мықты жүйенің, мықты ұстаздардың арқасы деп айтуға болады. Егер әрине алдағы уақытта осындай кәсіпкерлер, мысалға, неге болмасқа, мысалы Дубайда ашсақ, немесе Гонконгта ашсақ, немесе Европада ашсақ деген осындай ұсыныстар болып жатса, біз оған қарсы емеспіз. Өйткені енді қазір біздің бәлкім басты мақсаттарымыздың бірі осы мұғалімдерімізді халықаралық деңгейде дайындау. Жалпы жаңағыда айттық қой, IB-ге не үшін өтіп жатырмыз? IB-дің ең мықты жағы ол мұғалімдерге қатты көңіл бөледі. Мұғалімдерді қаруландырады, әртүрлі заманауи әдіс тәсілдермен. IB-ді жақсы үйренген мұғалім ол Қазақстанда емес, бүкіл әлемде мұғалімдік жасай алады. Қазір мысалы біздің көптеген мұғалімдеріміз бар, шетелде жұмыс істеп жүрген. Сол жақсы осы заманауи әдіс тәсіл игергендіктен. Мысалы Америкада 20-ға жуық ұстазымыз жұмыс істеп жатыр. Мен кейде бір Америкаға барғанда оларды да бір көріп кетуге тырысам. Айтады, ол керемет. Жалпы біздің Қазақстандағы білім ешкімнен кем емес екенін, біздің мұғалімдіктің де мұғалімдеріміз де өте сапалы екен. Олар сол жерде практикада өз көргендіктен, істеп көргендіктен айтып жатыр, былайша айтқан кезде. Және білім сапасына көңіліңіз тола ма деп бір сұрақ сұрадыңыз ғой. Мысалы мен көп естимін, сол Европада болсын, сол Америкада болсын, бізді Қазақстанда білім алып, балдар оқып сол жаққа кеткендер Қазақстанды қайттан армандап отырады. Қазақстан білім сапасы өте жақсы дейді. Академиялық тұрғыдан өте жақсы білім береді дейді. Мысалға жай ғана бір мысал берейін. Осы 1 ай бұрын мен Дубайда болғанда бір жолдас жігітпен сөйлестім.
оның қызы біздің білім инновация лицейінде оқыған. Енді білім инновация лицейінде орта деңгейде оқыды дейді. Бірақ қазір жақсы бір мектепте оқиды, Дубайда, халықаралық, ең мықты деген. Менің қызым number one дейді ана жерде, бірінші орында тұр дейді да. Яғни бұл не дейді? Бұл Қазақстан білімінің өте сапалы екенін түсініп отырмын дейді. Тура бірнеше көптеген адам осыны айтты. Даже бір Америкада бір досым, осы мен қыздарымда, оның 3 қызы бар, алғашқы 2 қызы бізде оқыған Астанада. Кейін Америкаға барды. Соңғы қызы Америкада оқуды бастаған. Сол бірақ жаңағы білімге көңілдері толмай, қайттан Қазақстанға көшіп келеміз ба деп ойланып жатқандар да бар да. Сондықтан біздің бәлкім бір кемшілігіміз, біз өз қолымызда құнды нәрселерді кейде бағалай бермейміз. Біздің сондай бір проблемамыз бар. Өзіміздің мұғалімдерді бағаламаймыз. Өзіміздің жасап жатқан тірліктерімізді бағалай алмаймыз. Сондықтан мен ойлаймын, біздің білім беріп жатқан мұғалімдер өте мықты, сапалы жұмыстар жасап жатыр. Әрине, жеткілікті ма, жеткілікті емес. Ол білім ешқашан жеткілікті болмайды. Бірақ Құдайға шүкір, біздің жастарымыз, мұғалім болып жатқан жастар, жалпы мұғалімдеріміз өте қабілетті, өзгеріске дайын. Ешқайсысы жаңағы жоқ, мен істей алмаймын деп отырған жоқ, қолдарынан келгенін бәрін істеп отыр. Сондықтан бұл жағынан да Құдайға шүкір, Қазақстанда жалпы білім сапасы жақсы деп айта аламын. Бір сұхбатыңыздан естіп қалдық, жалпы 25 жасымда директор болдым деп айтып қалыпсыз, және мен кішкентай кезімнен бастап осы мұғалім болуды армандадым деп. Осы жөнінде толығырақ айтып өтсеңіз. Енді кішкентай кезімнен мұғалім болуды армандадым деп айта алмаймын. Мен қай жерде өйтіп айтқанымды білмеймін, бірақ мен лицейге түскеннен кейін бізде ол кезде түрк ұстаздар болды ғой. Біз ол кісілермен көп осындай әңгіме жүргізетінбіз. Сонда ол кісілер бізге әрқашан айтатын бір нәрсесі бар еді. Біз уақытша келген адамдармыз. Мына осы лицейлер жүйесін өздерің алып кетулерің керек. Өздерің ол үшін бірінші ұстаз болуларың керек деп көп айтатын бізге. Сондықтан шынымен яғни біз о лицейді жақсы көріп оқығандықтан бізде де сондай бір ішінде жақсы бір мұғалім болсам, жаңағыдай енді бұл мен мемлекетке қалай пайдалы боламын деген сұраққа, мен жақсы мұғалім болсам, жақсы оқушылар тәрбиелеу арқылы пайдалы болсам деген сондай бір арман, сондай бір мақсат тұрды. Сондықтан мұғалімдікті таңдадым деп айтсам болады. Әрине мұғалімдікті таңдағаннан кейін мұғалім болдым, тарих пәнінен сабақ бердім. Астанада 5 жыл мұғалім болдым. Кейін сол жаңа ротация деп отырмыз. Бізді мені Семей қаласына біздің басшылық ұсыныс тастады ауысуыма. Сол жерде 1 жыл жаңағы директордың орынбасары болғандықтан, сол 1 жыл емес 6 ай деп айтсақ болады. Кейін директор қызметіне ұсындым. Сол 25 жасымда сол директор қызметін бастап кеткен жайымыз бар. Түсінікті. Жалпы сұхбатқа келісіп, студиямызға келгеніңізге рахмет. Білім инновация төңірегіндегі маңызды, қызықты, өткір деген сұрақтарды қойдық деп ойлаймыз. Құрметті оқырмандар, өздеріңізде де қызықты сұрақтар болса, тағы да алдағы уақытта не нәрсені білгілеріңіз келеді, комментарийге жазсаңыздар, жеке біздің директке жазсаңыздар да болады. Алдағы уақыттарда мүмкін тағы да сұхбаттасып қалармыз. Бізге сұхбат бергеніңізге үлкен рахмет. Сізге рахмет. Қош сау болыңыздар.